Спирит. Дала руха. Баян еткелі отырған бұл оқиғаны сіздер кітаптан таппайсыздар. Естуімше батыс өңірдің тарихы ат үстіндегі адамдардан ауыздан ауызға тараған дейді. Бірақ бұл жайлы жылқылардың не ойлайтыны ешқашан айтылмаған. Осы уақытқа дейін. Мен осында дүниеге келдім. Кейін бұл жерді ескі батыс деп атайтын болады. Бірақ біздің ұрпақ үшін бұл жер ешқашан ескірмейді. Оның басы да соңы да болған емес. Сол сияқты жер мен көктің де шекарасы болмаған. Бизон шөптерін тербеген самал жел ішінде, біз ішінде бұл өлке әрқашан туып өскен атамекеніміз болып қалады. Батыс өңірдің рухы жабайы жылқы дейді. Осы әңгімеге арқау болған батыс өңірін ақыр соңында адамдар жаулап алды ма жоқ па, оны өздеріңіз топшылай жатарсыздар. Оқиғаның басы қасында өзім болдым, бәрі есімде. Зеңгір көк аспанда, сәуле шашып жарқыраған күнде, атымдатап шақыратын жел де есімде. Ол жабайы жылқылар емін еркін өмір сүрген кез еді.